Қолжетімді баспана 20-20 бағдарламасы бойынша сатылатын үйлер бағасы қымбаттады. Астана мен Алматыда ғана сол баға қалады. Ал қалған қалалардың барлығында баға өсті. Бұл туралы өңірлік даму министрлігі хабарлады. Қолжетімді баспана 20-20 бағдарламасына қойылатын шарттар мен бағаның қаншаға қымбаттағанын Сәулет қала құрылыс департаментінің директор орынбасары Марғұлан Әбдікәрімов біздің арнаға берген сұхбатында айтты. Қоятын жаңағы талаптар біріншіден ол енді жаңағы Қазақстан Республикасының азаматы немесе оралман мәртебесі болу керек. Екіншіден жаңағы Қазақстан бойынша, республика бойынша меншігінде үй болмау керек жаңағы өзінде немесе семьясында. Сонымен қатар жаңағы 5 жыл дейміз, 5 жылдың ішінде өз несіндегі үй жағдайын жаңағы жамандату, өзгерту деген жағдай болмау керек. Содан кейін жалпы төлем қабілеттігі. Тұрғын үй жинақ құрылыс банкі арқылы баға көтерілді. 4-ші сыныпты жаңағы үйлер дейміз, оның бағасы бұрын 80 болатын, қазір 90 болды. 3-ші сыныпты 90-дан 100-ге көтерілді. Айтып кету керек, Астана мен қайтадан Алматы қаласында ол бағалары 120 мен 142 мың 500 осы беті қалды өзгеріссіз. Бағаның қымбаттауына себеп құрылыс материалдары бағасының өсуі деп түсіндірді Сәулет және құрылыс департаментіндегілер. Олардың сөзіне сенсек, аталмыш бағдарлама аясында салынатын үйлер енді бағасына сапасы сай болмақ. Ол үйлерге арнайы жылу қондырғылары орнатылатын болады. Айтпақшы, бұдан былай әкімшілікте тұрғын үй кезегінде тұрған азаматтар да бастапқы жарнасы болса, осы бағдарламамен үй ала алады. Айта кетейік, 2011 жылы әкімшіліктен үй алуға кезекке тұрғандар саны 141 адамды құраса, бүгінде 255 адам тұрғын үй кезегінде тұр.